Бүгін Оралға арнайы ат басын тіреген Казак экспорттық сақтандыру компаниясының мамандары жергілікті кәсіпкерлермен кездесті. Жиында негізінен тауарларын шетелге шығаруда бизнес өкілдері тап болатын кедергілер айтылып, мұндай жағдайда компания тарапынан қандай қолдау көрсетілетіні түсіндірілді. Осы кезге дейін 69 отандық кәсіпкерге 90 миллиард теңгенің қолдауы көрсетілген. Осылайша экспортқа өнім шығаратын өндірушілерге мүмкіндік жасалуда. Бір айта кетерлігі, олар алпауыт өндірісті кәсіпорындар емес, керісінше өңдеуші секторға басымдық берілуде. Атап айтсақ, кондитерлік өнімдер, азық-түлік өнеркәсібі, химиялық тыңайтқыштар шығаратын кәсіпорындар. Статус национальной компании нам дали в 2017 году. Ұлттық компания мәртебесі осыдан 2 жыл бұрын берілді. Осы аралықта көптеген кәсіпорынға қолдау көрсеттік. Жалпы шағын және орта бизнесті қолдаудың 13 тетігін ұсынамыз. Ресейге шығатын экспорттық келісімшарттардың көбін сақтандырамыз. Грузия, Тәжікстан, Армения, Өзбекстан нарығына өнім экспорттаушыларға да тиісті көмек көрсетілді. Жалпы өткен жылы біздің өңірде 4 кәсіпорын компания қызметіне жүгінген. Мамандар олардың санын арттыруға ниетті. Инструмент, который позволяет проверить благонадежность зарубежного покупателя. Бөтен нарыққа кірген кезде экспорттаушыдан төлемді кейінге шегеруді сұрайды. Осындай кезде біздің кәсіпкердің шығынға батпау амалын қарастырамыз. Шетелдік сатып алушыға сенуге бола ма, болмай ма, мәлімет жинап, кәсіпкерге сұнамыз. Айта кетейік, ақпараттық түсіндіру шарасы ертеңде жалғасады. Оған жалпы есепте 14-тен астам компания өкілі қатысады деп күтілуде. Назерке Тоғжан, Айбек Санғалиев, Айдос Кесимов, Ақжайық арнасы.